I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Диана Скатова тәтті шай дүркіреп өтті. Диана Скатова мен болашақ жарының отбасылары арасындағы ресми танысу рәсімі тәтті шай салтанаты жоғары деңгейде өтті. Бұл қуанышты оқиғаны тележүргізуші Instagram парақшасында жариялап, Аллаға шүкір тәтті шайымыз ойдағыдай өтті. Сүйіктімнен кезекті гүлдер. Жаңа жас, жаңа статус деп жазды. Диана ханым. Желі қолданушылары Диананы ерекше ықыласпен құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Айта кетерлігі, дәл осы күні Диананың туған күні де болған болатын. Бұл жайлы ол арман құсым, бақ құсым, жетеле. Жаратқаным жаңылдырмай, адал, бақытты ғұмыр бұйырсын. Алла амандығын беріп, 29 жасқа табан тіредім. Бұл жас енді өзге жастан өзгерек, жылы лебіз тілектеріңізді күтем, халқым деп жазды. Диананың болашақ жары сүйіктісіне және оның анасына көп гүлдер мен алтын алқа сыйлап, Диана мен өзінің есімі жазылған арнайы торт тарту етті. Бұл ерекше сыйлықтар Диана ханым үшін үлкен қуаныш болды. Ол өз бақытымен бөлісіп, болашақ өміріне үлкен үмітпен қарайтынын жеткізді. Осылай ұжымы Диана ханымды құттықтады. Альмира ханым. Жаным сол бағың жансын. Зухра, ең керемет жаңалық, сіз үшін шын қуаныштымын, ең бақытты болыңыз. Айдана, уақытты болсын, Диана ханым. Желі қолданушылары да жарыса жазды. Сұлтанға тұрмысқа шыққалы жатсың ба? Бақытты болыңдар. Сұлтан екеуіңіз бақытты болыңыздар. Бақытты бол айналайын, көркіңе ақылың сай керемет жансың. Бақытты болыңдар, сіз барлық жақсылыққа, бақытқа лайық жансыз. Деп жазды желі қолданушылар мен көрермен қауым. Диана қызымыз бақытты болсын.